Бүгінгі тақырыбымыз алаш қозғалысы және қазақ революционерлер демократтарының саяси көзқарастары. Алаш зиялылар Ресей империясының алдыңғы қатарлы оқу орындарында білім алған парасатты азаматтар еді. Бұл жағдай алаш жетекшілерінің идеологиялық және жеке тұрғыдан тұлға ретінде қалыптасуында зор рөл атқарды. Ресей губернияларында оқып және жұмыс істеп жүрген кезде олар саяси күресте тәжірибе жинақтап алғанында бірқатар партиялар қатарына қосылды. Алаш зиялылары қазақ дәстүрлері негізінде батыс Еуропа демократиясы тәжірибесін пайдаланып, болашақта ұлттық мемлекет құру идеясын ту етіп көтерді. Алаш зиялылары партия құру әрекетін бірінші орыс революциясы кезінде ойластырды. 1905-1906 жылдарда оқиғалар Бірінші дүниежүзілік соғыс, ақпан және қазан революциялары сияқты ірі тарихи бетбұрыстар қазақ халқының қоғамдық саяси санасының оянуына ерекше серпін қуат берді. Қазақстанның барлық өңірлерінде Омбы, Орынбор, Орал, Семей, Ташкент, Петропавлда социал-демократиялық ұйымдар пайда болды. Бұл ұйымдар жергілікті халықтың саяси өмірге тартылуын тездетті. Революциялық қозғалысқа қатысқандар полиция аяусыз жазалап жер аударды, абақтыға жапты. Олардың арасында қазақ халқының көрнекті өкілдері болды. Мысалы, Әлихан Бөкейханның қызметі Ресей империясы полициясының бақылауына сонау 1897 жылдан бастап алынған еді. 1905 жылы желтоқсанда Орал облысында 5 облыстан келген қазақ делегаттарының съезі өтті. Ондағы мақсат кадеттер үлгісімен Қазақстанның саяси партиясын құру еді. Партия 1905 жылы қазанда 2 Николай жариялаған манифест бойынша қазақ халқының ұлттық мүдделерін қорғау тиіс болды. 1906 жылы ақпан айында Семей қаласында қазақтардың кезекті 2 съезі шақырылды. Осы жылы мамыр айында кадет партиясының Қырғыз бюросын құруға шешім қабылданды. Онда қабылданған негізгі бағдарламада маңызды толықтырулар енгізіліп, қоныс аудару саясатына тоқтату, дала өлкесіне жергілікті халықтың меншік құқықтық мәртебесін беру, қазақ балалары үшін ұлттық мектептер ашу, тағы басқа талаптар қойылды. Ресейде мемлекеттік думаға сайлаудың басталуының біріншісі орыс революциясының жеңілу кадетінің үлгідегі жалпы ұлттық қазақ партиясы құруға кедергі келтірді. Партияның сенімді әлеуметтік тірегі мен қазақ тілінде шығарылған баспасөз органы да болмады. Далалықтардың саяси мәдениетін демократиялану негізі әлі де әлсіз еді. Халық жадында өшпесе із қалдырған қазақ хандарының бірі Есім хан. Ол мемлекеттің аумағын одан әрі кеңейтіп, Орта Азия елдерінің біраз жерін қазақ хандығына қаратты. Есім қалыптасқан күрделі саяси жағдайлардан дұрыс жол таба білген ақылды, кемеңгер басшы ретінде танылды. Ішкі саяси тұтастығы қалыптастырып, қазақ хандығының бір орталыққа бағынғанын мемлекет етуді көздеген. Есім хан өзіне дейінгі көп өзгеріске ұшырай қоймаған Қасым ханның заңдарын іс жүзінде қолдануды енгізді. Қасым ханның қасқа жолы аталып кеткен заңда Есім сол дәуірдің әскери, саяси және әлеуметтік қажеттіліктеріне, халықтың тұрмысы мен дәуіріне сәйкес жетілдірді. 1906-1907 жылдары алаш зиялыларының саяси белсенділігі арқасында қазақтар Ресей мемлекеттік думасына қатысатын болып шықты. Депутаттылыққа сайланған өлке азаматтары өз қызметтерін адал атқарып, халқының көзін ашып, саяси санасын ояту жолында зор игілікті істер атқарды. Газет шығаруға әрекеттер жасалды. Орыс либерал-демократиялық баспасөз беттерінде қазақ зиялыларының мақалалары жиі жарияланып тұрды. Бірінші және екінші мемлекеттік думада дала өлкесінің депутаттары халықтың мүддесін қорғап, белсенді жұмыс жасады. Мемлекеттік дума мінберінде сөз сөйлеп, патша өкіметінің өлкедегі отаршылдық саясатын өткір сынады. Жер мәселесін батыл көтеріп, аграрлы реформаларға қатысты өз жобаларын ұсынды. Газет 1913-18 жылдары шығып тұрды. Қазақ зиялы қауым қазақ газеті шығуымен біртұтас саяси күшке айналды. Қазақ газеті ұлттық мемлекет қалпына келтіру идеясын барлық өңірлерде таратып, халықтың ұлттық сана сезімін оянуына түрткі болды.
Газет өз отанына адал берілген ұлтжанды азаматтарды тәрбиеледі. 1911 жылы Санкт-Петербургте алаш қозғалысы көрнекті қайраткерлерінің бірі Балабек Сартанұлы болашақ мемлекет конституциясы қазақ елінің жарғысы деп аталатын жобасын әзірледі. 1918 жылы қаңтарда қоғам қайраткері жазушы Аймауытов Абай журналының беттерінде алаштың әнұранын жариялады. Қазақ халқының мүддесін қорғауда алаш көшбасшылары белсенді саяси күрес арқылы бейбіт жолды таңдады. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы тағы басқа азаматтар қолға қару алып, көтеріліс жасау халық үшін тек зиян келтіреді деген оймен жүйелі реформалар арқылы мақсатқа жетуді жоспарлады. Байтұрсынұлы алаш қозғалыс көшбасшыларының бірі және 20 ғасырда басында көрнекті қоғамдық саяси қайраткер болып табылды. Бірінші орыс революциясы кезінде ол ерекше белсенділігімен көзге түсті. Мысалы, Қарқаралы петициясының құрастырылуына және оны билікке жеткізуге тікелей қатысты 1907-1909 жылдардың өзінде саяси белсенділігі үшін қуғынға ұшырады. 1918-1918 жылдары аралығында ол өзінің серіктестерімен бірге Орынбор қаласына жалпыұлттық қазақ газетін шығарып тұрды. Алаш партиясы мен Алашорда өкіметін құруға қатысқан ұйымдастырушылардың бірі саналды. Көптеген алаш қайраткерлері сияқты әбден шиеленіскен жер мәселесін шешуге басымдық берді. Оның пікірінше қазақ ата-бабаларынан қалған жерін әрқашан құрметтеуі тиіс. Ол жерді мемлекет меншігіне өткізудің белгілі бір пайдасы бар екендігіне сендірді. Себебі бұл жағдайда жерді ешкім сатта да жалға да бере алмайды. Міржақып Дулатұлы қоғамдық саяси көзқарас. Міржақып Дулатұлы ұлттық азаттық қозғалыстың белсенді қатысушыларының бірі болды. 1904 жылы Омбы қаласында Бөкейхан және Байтұрсынұлымен кездесіп, қоғамдық саяси жұмыстарға белсене араласты. 1907 жылы Санкт-Петербургте Ульфат театр газетіне қосымша ретінде Серке газетін шығарды. 1907 жылы қазақтар мемлекеттік думаға қатысу құқығынан айыратын патша жарлығына қарсы шықты. Ол қазақ газетін шығаруды ұйымдастырушылардың бірі болып, 1917 жылы жалпы қазақ съездерінің шығаруға қатысты. 1909 жылы Қазан қаласында Шарқ баспасының оның әйгілі Оян қазақ өлеңінің жинағы жарық көрді. Міржақып Дулатұлының Оян қазақ халқын арасында өте танымал болды. Бұл туралы патша агенттері 1911 жылы наурызда Верный қаласында іздестіру пунктінің меңгерушісіне былай деп жазды. Өткен 1910 жылы съезд барысында Пішпек уезді басқармасының аудармашысы Қырғыз Тынымбай Серікбаев Пішпек уезінің барлық болыстық басқаруында көшпелі тұрғындарға тарату үшін Дулатов деген кісінің Оян қазақ деп аталатын шығармаларын берді. Міржақып қамауға алынып, тергеу басталды. Ақын кітапшасын жариялауға Петербург цензурасы рұқсат берілгенін айтып, кінәсін мойындамады. Тергеу оның 1,5 жылға абақтыға отырғызумен аяқталды. Өлеңнің отаршылдыққа қарсы мазмұны, сонымен қатар автордың халық арасындағы танымалдылығы үшін кітаптың барлық таралымы тәркіленді. Басылым Міржақып Дулатұлы торғайға оралғаннан кейін 1911 жылы қайта басылып шықты. Кітапша ұлттық санның қалыптасуына үлкен рөл атқарды және кейінгі қоғам саяси үрдістердің барысына әсер етті. 1916 жылы жазда қазақтардың ұлт азаттық қозғалысы басталды. Далалық облыстарда барлық дерлік бас көтеруші көрініс тапты. Көрінісшілер тыл жұмысына алынғандардың тізімін жасаған, болыс басқарушылардың наразылықтарын білдірді. Патша өкіметі көтерілісшілерге қарсы жазалаушы әскер шығарды. Алаш басшылары қарулы көтеріліске қарсы шығып, басқа қантөгіске ұшырамау үшін сабырлыққа шақырды. Ресей империясының жоғарғы органдарымен келіссөздер жасап, халықтың аман қалуын ойлаған алаш жетекшілері тыл жұмыстарына алуды кейінге қалдыруға тұрып,
тиісті әзірлік жұмыстарын жүргізу қажеттілігін айтты. Алаш партиясының құрылуы. Саяси партия құрылуының алғышарттары 1917 жылы ақпан революциясынан кейін қалыптасты. Ақпан революциясы қазақтар түсіністікпен қарсы алды. Алаш зиялылары ұлттық партия құруға кірісті. Орынборда 1917 жылы шілдеде өткен бірінші жалпы қазақ съезінде Алаш ұлттық партиясы құрылды. Алаш партиясының қазақ қоғамының өзекті мәселелерін шешуге бағытталған бағдарлама әзірленген тұңғыш саяси ұйым болды. Алаш партиясының ең алдымен ұлттың саяси әлеуметтік экономикалық дамуының өзекті мәселелерін алға тартып, туған жерін сақтап қалуды мақсат етті. 1917 жылдың соңында қазақтың ұлттық демократиялық бағыты саяси 300 партиясы құрылды. Партия мүшелері өз ұйымын қазақтың социалистік партиясы деп атады. Алаш партиясының негізгі бағдарламалық ұстанымдары: алаш қозғалысының жетекшілерінің ұлттық және мемлекеттік құрылысының негізгі тұжырымдамалары әзірленді. Алаш партиясы бағдарлама жобасы Әлихан Бөкейханов бастаған алаш қозғалысының көрнекті өкілдері дайындады. Бағдарлама жобасы 10 тараудан тұрды. Мемлекет қалпы, жергілікті бостандық, негізгі құқық, дін ісі, билік һәм соты, ел қорғау, салық, жұмысшылар, ғылым, білім, үйрену, жер мәселесі. Алаш қайраткерлері әзірлеген партия бағдарламасы мемлекеттік құқықтың негізгі құжаты ретінде халықтың қолдауына ие болды. Алаш идеяларының маңыздылығы мен өміршеңдігі 1995 жылы тәуелсіз Қазақстан Конституциясы растады. Алаш автономиясы. Әлихан Бөкейхан оның серіктестері қазақ автономиясын құруда. Қазақ мемлекетінің тәуелсіздік кезінде көздеді. Алашорда автономиясы жариялау мәселесі қазақ бірлік туы, Сарыарқа, Ұран, Жас азамат газеттерінде кеңінен насихатталды. Алаш көсемдері ұлттық мемлекеттік құру принциптерін ұлттық бірлік, ұлттың біртұтастығы негіз етіп алды. Әлихан Бөкейхан ұлттық мемлекеттік құру болашақта жүзеге асатынына сенім білдірді. Тірі болсақ алдымызда үлкен той. Алаштың баласы бұл жолы болмаса, жақын арада өз тізгінінің өзінде бөлек мемлекет болар. Алаш қайраткерлерінің түпкі мақсаты ең алдымен ұлттық автономияға қол жеткізу, одан кейін толық тәуелсіз мемлекет құру еді. Қазақстан 1920 жылы автономиялық республика, 1936 жылы одақтас республика, 1991 жылы тәуелсіз мемлекетке айналды. Алаш идеяларының көрегендігі тарихтың өзі дәлелдеп берді. Үйге тапсырма: кеңес өкіметінің алаш қайраткерлеріне саяси рақымшылығы жайлы жазып келеміз. Қош сау болыңыздар.